Қайырлы күн. Бүгінгі біздің оқырмандарымызға Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты Гүлнәр Жұмабай қызының «Өмір өткелдері» деп аталатын кезекті кітабын назарларыңызға ұсынып отырмын. Бұл кітаптың басты ерекшелігі қазақ халқы тарихында есімі алтын әріппен жазылған, еліміздің дамуына өлшеусіз үлес қосқан түрлі саланың нағыз майталмандарын өмір жолында, олардың туып өскен жері, ата-анасы, балалық шағы, қалыптасу кезеңі, отбасылық жағдайы және азамат тұлға ретінде өсіп жетілуіне ықпал болған жандар. Кітап кейіпкері еліміздің сан саласында еңбек еткен халқымызға өте танымал тұлғалар. Олардың қатарында мемлекет және қоғам қайраткерлері, атап айтқанда Қазақстанның халық артисі Бибігүл Төлегенова, Кеңес одағының 2 мәрте батыры Талғат Бекелдинов, Қазақстанның халық артисі Нұрғали Нүсіпжанов, мәдениеттанушы ғалым дипломат Мұрат Әуезов, жазушы драматург, мемлекет сыйлығының иегері Дулат Исабеков және тағы басқа адамдар бар. Айта кеткім келеді, оқусыз білім жоқ, ізденіссіз ғылым жоқ. Осы қос тізгін тең ұстағанда ғана бүгінгі жастарымыздың келешегі кемел болып, тәуелсіз еліміздің көк байрағы көкте мәңгілік желбірейтіні кәміл. Гүлнәр Жұмабай қызының «Өмір өткелдері» жинағы оқырман көлінен шығады деген сенемін. Бұл кітап қалың оқырманға арналған.